Бүкіл әлемдерді ешбір кемшіліксіз жаратқан тағдырымыз оның қолында болған. Ертеңгі күніде не боларын тек өзі ғана білетін Алла тағалаға барлық мақтаулар болсын. Адамзатқа үздік өмір сүру үлгісін үйреткен, үмбетіне ең жанашыр және екі дүние бақытына жету жолын нұсқаушы Мұхаммед Мұстафаға Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, салауаттар мен сәлемдер болсын. Ақиқатында Алла тағаланың адам баласына деген мейірімі шексіз. Өзі жаратқан құлдарының екі дүниеде бақытты болу үшін барлық мүмкіндіктерді берген сол ұлы нығметтерінің бірі Қадір түні. Шынында да Қадір түні мүмкіндіктері шектеулі, пенделік кемшіліктері басынан асатын, күйбің тіршілік, ғибадатқа көп уақытын арнай алмай жүрген әлсіз пенделер үшін Алла тағаланың шексіз мейірімі. Қадір түнінің пенделеріне деген жаратушының ұлы сүйіспеншілігі екенін Құран кәрімдегі Кадір сүресінен анық байқай аламыз. Анығында біз Құранды Қадір түнінде түсірдік деген. Бұл аятта айтылғандай бүкіл қасиетке толы әлемнің жаратылыс болмысын айқындайтын, адамның жаратылу мақсаты толық қамтитын Алла тағаланың сөзі осы түнде түсуінің өзі бұл түннің қандай дәрежедегі түн екенін көрсетеді. Алла тағала Құран кәрімде бұл түнді берекелі түн деп сипаттаған. Анығында біз Құранды берекелі түнде түсірдік деп бұл түннің берекеге толы екендігін ескерткен. Ибн Аббас Расулаллах және де басқа тәфсіршілер айтқандай, Алла тағала Құранды Қадір түнінде Байтул Махфуздан Байтул Иззаға түсірген. Сонымен қатар Құран кәрім Қадір түнінен бастап 23 жыл бойы пайғамбарымызға, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, түскен. Қадір түнінің не екенін білесің бе? Деген аят Қадір түнінің маңызды түн екенін білдіріп тұр. Расында Алла тағала еміз білдірмесе, айтпаса, Қадір түнінің қадірі қасиетін біз қалай білмекпіз? Қадір түнінің қасиеті Алла тағаланың ардақтап жаратқан жаратылысы адам болғандықтан сол адамның тағдырына тікелей қатысты болуында. Ол туралы Ибн Касир Кадир сөзінің 3 мағынасын айтқан. Бірінші, үкім түні деген мағынаны білдіреді. Яғни адамның тағдырын үкім ететін түні екендігін білуге болады. Қатада бұл түнде келесі жыл істерінің тағдыры жазылады деп түсірілген. Екінші, абырой, бедел деген мағынаны білдіреді. Яғни Қадір түні ардақты, аса қадірлі түн деген мағынада. Себебі бұл түнде ізгілік істеген пенденің қадір қасиеті артады, дәрежесі өседі. Үшінші, сығылысу мағынасында білдіреді. Себебі бұл түні бүкіл періштелер жер бетіне түседі. Періштелердің көптігінен сығылысуы болады. Алланың елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, шын мәнінде Қадір түні жер бетінде періштелер ұсақ тастардан да көп болады деген. Сондай-ақ пайғамбарымызға, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Жәбірәйіл періште алғашқы уахи түсіргенде пайғамбарымыздың, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, жаны сығылғандағы байланысты айтылған деген пікірлер бар. Бұл аяттың жауабын Алла тағала келесі аятта ашықтап, Қадір түні 1000 айдан да қайырлы деп айтқан. 1000 ай дегеніміз 83 жыл, 4 айға теңелетін уақыт. Бір түн адамның бүкіл өміріне пара-пар, яғни осы бір түнде жасалған кез келген сауапты іс 1000 ай бойы жасалған жақсылыққа татиды. Ондай болса, бұл түн адамзат үшін ұлы мүмкіндік. Себебі адам баласы уақытының көбін отбасына, жұмыс және ұйқы сияқты тіршілікке, қажетті істермен өткізеді. Пенделердің осы әлсіздігін жақсы білетін Раббымыз осы түнді сый ретінде берді. Бұл түні немқұрайлық танытудан үлкен өкініш жоқ. Себебі берілетін ізгіліктерден мақұрым қалады. Анас ибн Малик Расулаллах былай деп айтқан: Рамазан келгенде Алланың елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, расында сендерге бұл ай келді, онда
мың айдан да қайырлы бір түн бар. Сонда кім ол түні бейқамдық танытса, оның барлық игілігінен құр қалады. Ал оның барлық игілігінен тек нағыз мақрұм адам ғана айырылып қалады, деп айтқан. Керісінше бұл түнді ұйқысыз өткізсе, Алла тағала ол пендесін жарылқайды. Алла елшісі, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, кім қадір түнін иманмен және сауаппен тілеп, намазда тұрумен өткізсе, өткен күнәлары кешіріледі деген. Ибн Ражаб былай дейді: Суфиян әс-Саури қадір түні дұға ету мен үшін намаз оқудан да сүйіктірек деп айтатын. Бұлай айту себебі Айша анамыз пайғамбарымыздан, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын: «Уа Алланың елшісі, егер мен қадір түнінің басталғаны туралы білсем, не айтуым керек?» деп сұрағанда ол: «Уа Алла, расында сен кешірімдісің, кешіруді жақсы көресің, мені кешіре гөр» деп айтты, деді. Қадір түнінің әр сәтін ұтымды пайдаланып, құлшылықпен өткізуге әрекет ету керек. Адам баласы бір істен жалығуы мүмкін. Сол үшін нәпіл намаздар оқу, оған көңіл тартпаса, Құран оқуымыз және дұға жасауымыз, садақа беруіміз керек. Ғибадаттармен ауыстыра отырып, пайдалы істермен өткізуіміз лазым. Сонымен қатар, қадір түні періштелер жерге түсіп, құлшылық етушілерге дұға етіп, таң атқанға дейін бірге болады. Келесі аятта сол түні Раббысының рұқсатымен рух пен періштелер әр түрлі іс үшін түседі. Тәпсіршілердің көзқарасы бойынша аяттағы рух Жәбірәйіл, Расулуллах періште деп айтқан. Періштелердің жерге келуі пенделер үшін үлкен берекет. Таң рауандап атқанға дейін сол түн бейбітшілікке оранады. Сәлем, яғни бейбітшілік, есендік, амандық деген сөз. Ол Хақ тағаланың жіберген сәлемі. Періштелер мұсылмандарға сол түні сәлем беріп тұрады. Өйткені періштелер түннен бастап таң қылаң бергенге дейін топ-топ болып жер бетіне түседі. Әр түскен топ сәлем бергендіктен таң ағарғанға дейін сол түні сәлем берулері толастамайды. Не болмаса аяттағы сәлем, амандық, саламат мағынасында берілген. Сол түні жер бетіне зиянды нәрселер түспейді. Түні бойы адамдарға пайдалы нәрселер түспек. Ол түн амандық түні. Періштелер сол түні ешқандай жамандық пен азап түсірмейді. Сол түні таң бозарып атқанға дейін мұнда мұсылманға сол түнді Құранның түсе бастағанын, адамзатты қараңғылықтан нұрға бөлегенін ойлап, шынайы ынтамен Құран оқып, нәпіл және қаза намаздарын оқып, дұғамен өткізуі насихатталған. Қадір түні қай түн екені нақты белгісіз. Оның себебі де белгілі. Себебі Рамазан айының соңғы 10 түнінде көбірек құлшылық етуге қызықтыру еді. Нақты қай түн екенінде ғалымдардың арасында пікірталастар бар. Әбу Саид әл-Худри, Расулуллах, Алла елшісінің, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, оны Рамазан айының соңғы 10 түндерінің әр тақ түнінен іздеңдер дегенін айтты. Қадір түні Рамазан айының 27-ші түні екендігін айтушы ғалымдар мына хабарға сүйенеді. Убай ибн Қағб, Аллаға серт, Ибн Мақсуд Расулуллах оның Рамазанның 27-ші түнінде екенін біліп қойды. Бірақ босап кетулерінен қорқып, оны сендерге бүлдіруді жек көрген болатын деген. Сондай-ақ Ибн Омардан Расулуллах, кім оны іздесе 27-ші түні күтсін дегенін де жеткізеді. Хузайма сынды имандар осы тақырыптағы хабарлардың барлығын жинап, Қадір түні әр жыл сайын ауысып тұрады деген. Қадір түнін нақты білмегенімізбен сол түннің белгілерін айтқан Әбу ибн Қағб Расулуллах пайғамбардың
Алланың оған игілігімен сәлемі болсын. Ол күннің таңында күн аппақ болып шығады, және сәулелері болмайды дегенін жеткізеді. Ғибада ибн Аббас, Самит Расулуллах, пайғамбардың, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, ол түн ыстық та, суық та болмайды, сондай-ақ ол тыныш әрі бұлтсыз болады, ол түнгі ай жарық болады, деді. Қадір түнінің қадірін иманы берік жандар жақсырақ түсінеді. Мұсылман үшін одан үлкен нығмет жоқ. Екі дүние бақытына жеткізетін қадір түнінің қадіріне жетіп, қашан ол түн Раббымыз қауыштырса, ол түнді құлшылық, дұға тілекпен өткізуді естен шығармағанымыз жөн. Жақындарыңызға жіберіңіз, қадір түннің сауабынан құр қалмасын. Аллахым баршаңыздың дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Әмин.